Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Диктантымыздың тақырыбы батыр қыз. Мәтінді оқимын, мұқият тыңдап алайық. Түтеген боран әлі тынған жоқ. Оған сан алуан зеңбіректердің зіркілі қосылды. Бұл жай минут сайын үдей берді. Қасындағы адамның тек ернінің қимылдағаны ғана көрінеді. Елең алаңда іркес-тіркес қаптаған танкілер өтті. Қолын соза құлаған фашист офицерін көрді. Кенет солардың тұсынан гүрс-гүрс етіп граната жарылды. Әлияның жүрегі дір ете түсті. Бойына бір күш жүгіргендей болды. Ол жігерленіп кетті. Оқушылар, диктантымызды азат жолынан бастап жазамыз. Және сөйлем аяқталғанда соңына нүкте қойып, жаңа сөйлемді бас әріптен бастап жазуды ұмытпайық. Диктантымызды бастаймыз. Түтеген боран әлі тынған жоқ. Тексереміз. Түтеген боран әлі тынған жоқ. Келесі сөйлем. Оған сан алуан зеңбіректердің зіркілі қосылды. Тексереміз. Оған сан алуан зеңбіректердің зіркілі қосылды. Келесі сөйлем. Бұл жай минут сайын үдей берді. Тексереміз. Бұл жай минут сайын үдей берді. Келесі сөйлем. Қасындағы адамның тек ернінің қимылдағаны ғана көрінеді. Тексереміз. Қасындағы адамның тек ернінің қимылдағаны ғана көрінеді. Келесі сөйлем. Елең алаңда іркес-тіркес қаптаған танкілер өтті. Тексереміз. Елең алаңда іркес-тіркес қаптаған танкілер өтті. Келесі сөйлем. Қолын
соза, құлаған, фашист, офицерін, көрді, тексереміз. Қолын соза құлаған фашист офицерін көрді. Келесі сөйлем. Кенет, солардың, тосынан, гүрс-гүрс, етіп, граната, жарылды. Тексереміз. Кенет солардың тұсынан гүрс-гүрс етіп граната жарылды. Келесі сөйлем. Әлияның жүрегі дір ете түсті. Тексереміз. Әлияның жүрегі дір ете түсті. Келесі сөйлем. Бойына бір күш жүгіргендей болды. Тексереміз. Бойына бір күш жүгіргендей болды. Келесі сөйлем. Ол жігерленіп кетті. Тексереміз. Ол жігерленіп кетті. Оқушылар, диктантымыз аяқталды. Диктантта 59 сөз бар. Мен мәтінді оқимын, мұқият тексереміз. Батыр қыз. Түтеген боран әлі тынған жоқ. Оған сан алуан зеңбіректердің зіркілі қосылды. Бұл жай минут сайын үдей берді. Қасындағы адамның тек ернінің қимылдағаны ғана көрінеді. Елең алаңда іркес-тіркес қаптаған танкілер өтті. Қолын соза құлаған фашист офицерін көрді. Кенет солардың тұсынан гүрс-гүрс етіп граната жарылды. Әлияның жүрегі дір ете түсті. Бойына бір күш жүгіргендей болды. Ол жігерленіп кетті. Оқушылар, диктантымыз аяқталды. Сау болыңдар.